Тахаджуд намаз. Осы видеода тахаджуд намазының оқылу үлгісін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздердің сұрақтарыңыз: тахаджудты қай кезде оқимын? Құптан намазы мен таң намазының аралығында оқылады. Құптан намазы сәжде кезет приложениесінен қарайсыздар, қаншада кіріп тұр? Мысалы, кешкі 8-де кіріп тұр. Таң намазы қаншада кіріп тұр? Таңғы 4-те кіріп тұр. Кешкі 8 пен таңғы 4-тің арасында қанша сағат бар? 8 сағат бар. Осы 8 сағатты 3-ке бөлесіздер. Шамамен 2,5 сағаттан түседі. Яғни тахаджудты ең эффективный дейді ғой, сүннет бойынша түннің 3-тен 1 бөлігінде оқу қажет. Жаңада 8 сағатты 3-ке бөлдік, 2,5 сағаттан түстік қой. Таң намазына 2,5 сағат уақыт қалғанға дейінгі аралық сол кезден бастап оқи берсеңіздер болады. Мысалы, таң намаз таңғы 4-те кірсе, таңғы 4-ке 2,5 сағат қалған уақыт қанша болады? Түнгі 2, түнгі 1,5. Сонда түнгі 1,5 мен таңғы 4-ке дейінгі аралықта тахаджуд намазын оқудың ең эффективный, ең мощный уақыттарының бірі болып саналады. Жоқ, ол уақытта мен тұра алмау мүмкін десеңіз, құптанды оқып аласыз ғой, кешкі 8-де оқып алыңыз, немесе 10-да оқып алсаңыз да, одан кейін жарты сағат, 1 сағат ұйықтап алыңыз. Одан кейін барып тұрып оқи берсеңіздер болады тахаджуд намазын. Тахаджуд намазы қанша ракат оқылады, қалай оқылады? Тахаджуд намазы 2 ракат, 4 ракат, 6 ракат, 8 ракаттан оқи берсеңіздер болады. Яғни, бұл жерде сіз 2 ракаттан осылай бөліп оқыңыздар, немесе бірден 4 ракаттан оқысаңыздар болады. Бірақ ең оңай жолы 2 ракаттан оқу. Сіздерге қазір 2 ракаттан оқу үлгісін көрсетемін. Соны аяқтап боласыздар ғой, тура солай тағы да 2 ракат жасаңыздар, 4-еу болады. Тағы да 2 ракат оқысаңыздар, 6-ау болады. Солай оқысаңыздар болады. Жастарға негізінен мені кішкентай қыздар көреді ғой, 2 ракат оқуға кеңес беремін. Ал умрада жүрген кезде маған бір апа айтты да, адамның жасы үлкейген сайын тахаджуд намазының ракат санында көбею беру қажет. Яғни ол адамның өзіне де пайдалы болып келеді. Шамаңызға қарай 8 ракат оқи алсаңыз, үлкен кісілер 8 ракат оқығаныңыз абзал болады. Енді өз қарауларыңызда. Сіздерге енді көрсетейін тахаджуд намазының оқылуын. Достар, мен намазға не киемін, соны көрсетейін бір жолын. Мен қазір шалбар киіп тұрмын, және де осындай ұзын кофтамен киіп тұрмын. Және де абайка киіп тұрмын сыртынан. Яғни кең киімдер, әрқайсысы кең киім болып саналады. Шалбармен намаз оқуға бола ма деп сіздер сұрайсыздар ғой, яғни болады, кең шалбар, таза, бүтін шалбар болса. Және де үстінен осылай абайка киіп алып болсаңыздар болады. Намаз етпей оқимын десеңіздер де өз еріктеріңіз. Және де орамалды да мен өзіме ыңғайлы болу үшін қазір осылай тартып аламын. Намаз оқыған кезде үстімізді артқа қарай жүре саламыз. Осылай енді тахаджуд намазының оқылуын көрсетейін. Достар, тахаджуд намаз, басқа намазды болсын, әйел адамдар іштен оқиды, ниетті ішінен айтады, ал қалған сүре дұғалардың барлығын тек өзіне ғана естілетіндей өте жай дауыста айтады. Ал сіздерге мен видео үшін дауыстап айта беремін, ниетке дейін дауыстап айта беремін. Бисмиллах, бастайық. Ниет еттім, Алла ризалығы үшін тахаджуд намазын оқуға жүзімді қараттым құблаға. Аллаху акбар. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. آمين. Достар, тахаджудтың 2 ракатын оқуды үйреттім. Тура солай тағы да 2 ракат, тағы да 2 ракат, тағы да 2 ракат оқысаңыздар болады. Және де тахаджуд намазын оқып болғаннан кейін тәсбих тартпай, бірденен дұға тілектеріңізді айтсаңыздар болады. Дұға еткен кезде бірінші Аллаға мақтау мадақ айтыңыз. Мысал ретінде Альхамдулиллахи роббил аламин, яғни бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға шүкіршілік, немесе Аллах тағаланың 99 көркем есімін айтсаңыздар болады. Және де Аллаға мадақ, мақтау айтқаннан кейін кешірім сұрау, истихфар етасыздар, мысалы астағфирулла ва туубу илейх. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтасыздар. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля Мухаммад. 1 рет айтыңыз, 3 рет айтыңыз. Одан кейін дұғаңызды қолды жоғары жайып тілеңіздер. Дұға тілеп болғаннан кейін тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтасыздар. Неге? Өйткені 2 салауаттың арасында тіленген дұғалар қабыл болады деген бізде хадистер бар. Видео сіздерге барынша түсінікті болды деген ойдамын. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.